Армысыздар, құрметті көрермендер. Біз дәл қазір Хромтау аудандық мәдениет орталығындамыз. Мұнда қазір алғашқы махаббат атты қойылым сахналанбақ. Бұл сахналық қойылымның ерекшелігі кәсіби актерлармен емес, мектеп оқушыларымен өтпек. Мектеп оқушыларының алғашқы махаббат ұғымын түсінуі сахналық көріністен байқайтын боламыз. Алғашқы махаббат әр адамның жүрегінде сақталатын ерекше сезім. Қойылымда жастық шақтың толқынысы, сезім мен сенім, достық пен алғашқы әсерлер көрініс тапты. Жалпы бұл қойылым арқылы көрерменге қандай ой жеткізгіңіз келді? Рахмет, еңбегіңізді елеп жатқандарыңызға. Енді бұл қойылым арқылы алғашқы махаббат спектаклі Қанат Жүнісов ағамыздың бұл қойылым арқылы көрерменнің жастық шақтарын, мектеп кездерін еске түсіргім келді. Кез ғой, барлығы мектеп кезі, ең күшті кез, ең тәтті кез. Бұл нәрсені бергім келді. Сосын дәл бір оқушылар да бар ғой, ең келген жас маман болып келген оқушыларға ғашық болады, ішкі сезім білдіреді. Ол нәрсе өмірде де бар нәрсе. Сол нәрсені бергім келді. Бірақ енді оқушы мен ұстаздың арасындағы байланысты да жеткізе білдім деп ойлаймын. Енді екеуін қосып махаббат қылу деген ештеңем жоқ. Жас өнерпаздар өз рөлдерін шынайы сомдап, көрерменге ерекше эмоция қалдырды. Қойылымға қала тұрғындары мен ата-аналар да белсене қатысып, өнерпаздарды қолдады. Сіз бүгінгі қойылым барысында қандай ерекшелік байқадыңыз? Егер кемшілік болса, қандай кемшілік болды, астын түртіп айтып кетсеңіз? Бүгінгі қойылым өте керемет деңгейде өтті. Өзімізге ұнады. Балаларға кішкене шамалы өсу керек деймін ба? Көрермендердің айтуынша спектакль жас актерлардың талпынысы мен еңбегін айқын көрсете білді. Режиссердің айтуынша қойылымның басты мақсаты көрерменге алғашқы сезімнің қадірін ұғындырып, жастарды өнерге жақындату. Жалпы қойылым барысында қандай бір қиындықтар болды, дайындық барысында немесе режиссермен жұмыс істеу барысында, қанша дегенмен бұл сіздердің алғашқы жобаларыңыз, қиындықтар туындаған жоқ па? Қиындықтар әрине туындайды, өйткені бұл біздің бірінші жұмысымыз, үлкен халықтың алдында шығуымыз. Әрине қобалжу көп болды, және режиссермен де ұрысу болды, коллективпен де. Көбісі сабақта қол тимейді, бірақ шамалда жақсы қойылым қойдық деп ойлаймын. Осылайша алғашқы махаббат қойылымы өз мәресіне жетті. Жас өнерпаздар өздерінің шығармашылықтарын көрсетіп қана қоймай, көрерменге ерекше ой қалдырды. Сіздермен бірге болған Аманқос Аңсаған Ерболқызы, назарларыңызға рахмет.